6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Мөлдіреп тұп-тұнық аспаны, жайлауымен көлі тастары, жалынды да жайсың жастары. Ауылдан, табиғаты көркем тамаша, таулары көкеме таласқан, бірдегі ежелдің жарасқан. Ауылдан, ол ауылдың, ол қыздары, жарқыраған жұлдыздары, арманы асқан, мақсаты биік, бақыт құшқан, мұңсыз бәрі. Уа-па-па, ара-рура, уа-па-па, ара-рура, уа-па-па, ара-рура, уа-па-па, Душка, шабанку ляжет немножко. Ой! Ержан! Осы ауан бізге керек па, саған керек па? Жәрмеңкеде не істейтінімізді айтсаңдаршы. Мақсат қой мен алаңдатып отқан. Жәрмеңкені қызық әрі ерекше қылып өткізу керек. Не істейміз? Мені видеоға түсіріңдер, мен сендерге би билеп, өлең айтып беремін. Біз сенің жаныңда биші боламыз. О, сәлем. Сәлем. Міне жәрмеңкенің нағыз кейіпкерлері келді. Сәлем. Ботаның қолынан келмейтін жоқ қой. Я? Неше түрлі тәттілер пісіріп берсін? Біз соны сатып береміз. Сен оны құртын айтсайшы. Жақсы ой. Бота дайында келе аласың ба? Білмеймін, кімге керек дейсің? Мен көйлектерімді алып келейін, соны пайдаланып, видеоға түсіреміз. Егер киімдер өтсе, алаңға да жақсы пайда істеді. Өте жақсы. Мен қолдаймын. Онда не тұрмыз? Кеттік, дайындалайық. Кеттік. Парасат, Бота мен өзім сөйлесем, сосын әкемен бірдеңе дайындап келемін. Рахмет әлі. Бота, сен неге осы ұялшақсың? Білмеймін. Сонда сенің әдемі құрттарың бар екенін білгенін қаламайсың ба? Қалайым. Онда дайындал. Бізде басқа ешкім білмейді. Сондықтан телефоныңды шығаршы. Неге? Сен көп сұрақ қоясың, шығар деген соң шығарсаңшы. Енді Парасатқа мен жәрмеңкеге қатысамын деп жаз. Не жәрмеңкеге қатысам, бірақ жазбай қойыншы. Енді ескертіп қойсаңшы. Енді бәрібір ертең барғанда көреді ғой мені. Туф, Алима, берші. Алима, берші деймін. Қазір. Алима. Ұялшақ десе. Ботадан бұндай күткен жоқ. Бота, сәттілік. Жазбай қойын керек еді. Мақтаншақ сияқты көрініп қалды. Бәрі біледі ғой сен мақтаншақ емес екеніңді. Парасат жазды. Қане оқышы. Бота, сәттілік. Әне көрдің бе? Саған мақтаншақ деген жоқ. Бәрі дәмді болды. Қарбыз жейміз ба? Жейміз. Балам, қалың қалай? Жәрмеңке не болды? Бәрі жақсы әке. Қарлығаш, Бота, Әлима өздері сан тамақтарын, киімдерін қояды. Жақсы болған екен. Не деген шебер қыздар. Жәрмеңкенің орны дайын. Керемет. Мен ойымша бәрі жоғары деңгейде өтеді. Балам, тамағыңды іш. Жоқ анашым, мен тойып тұрмын. Тамақтанып ал, жәрмеңкеде күш керек болады. Ең болмаса қарбыз жеп ал. Отыр. Жарайды. Өзің бір ауылға келіп, пысық болып кетіпсің ғой? Енді бұрыннан бері алып келмейсіздер ме? Қазір әкім болатын едім. Қатырады.
не істесем болады екен? Біз де жәрмеңкеге бірдеңе істейік. Не істейміз? Білмеймін. Бірақ бәрінен бір қызыл зат жасауымыз керек. Мүмкін сен бұзауыңмен бірге Испаниядағыдай коррида жасайсың? Керек болса жасаймыз. Солай ма бұзауым? Жарайсың. Өзім секілді дайын жүресің. Құташ, барлығы саудаласып сатып жатқанда біз жай ғана халықты күлдіріп тұрамыз ба? Ой келді. Не ой? Тезек сатамыз. Оны кім алады дейсің? Бәрінің үйінде бар ғой. Мысалы, адамдар бірінші киімі тозбай жатып, екінші киім алады. Түсіндің бе? Киімді алады. Бірақ тезек не қылады? Жай айта салам ғой, сен қолдайма деп. Өтпейді дейм. Өтпейді. Өтпейді. Өтеді деп. Өтпейді. Бәс десейік ал. Бәс десейік ал. Барлық тезек теріп алайық. Қарлығаш, маған барын не істейін деп жатсың? Ертең жәрмеңкеге шығарам. Ұнағандарын халық алып кетеді. Сөйтіп, футбол алаңының жөндеу жұмысына көмектесеміз. Футбол алаңына сенің көйлектерінің ешқандай қатысы жоқ қой. Енді осындай кезде көрсетпегенде қашан көрсетем? Үйде бізге көрсете бер. Не болды? Не алып келіңдер? Тезек? О, не үшін? Мақсат қой. Жәрмеңкеде тезек сатам деп қоймай жатқан. Құр тезектің өзін сатпаймыз. Бота, сен табаннан пісіре аласың ба? Я, пісіре алам, бірақ қазір ешкім пісірмейді ғой. Міне, біз табаннан қарналған тезек сатамыз. Бірақ мен қазір құрт жасап жатыр едім. Құртыңды біз жасайықшы. Түк қиындығы жоқ қой. Әрине, біз құрт жасасақ, сенен табанан. Жарайды. Онда тездетейік. Әйтпесе үлгермей қаламыз. Кеттік, жүріңдер. Қызық құрт жасапсыңдар ғой? Ой, өзіміз ғой, осындай көбірек жасау керек. Дәмін татып көріңдер. Қалай болғанын білмеймін. Қазір тексереміз. Осындай нанды өмірімде жек көрмеппін. Дәмді шығыпты. Иә. Керемет.
да пісіріп келейін. Айттым ғой жақсы шығады деп. Ешкім келмейтін сияқты ғой. Сонда киімдердің барлығын бос қалып келдің бе? Қазір келетін шығар. Біз ауылға ескертіп өттік қой. Күте тұрайық. Ертелеу сияқты. Уайымдамаңдар, қазір келеді. Айжан тәте, сіздер жәрмеңкеге бармадыңыздар ма не? Қандай жәрмеңке? Бәрі біледі, сіздерге айтпаған ба не? Халық деген у-шу, бәрі сонда жүр. Кет. Жүр барайық. Ассалаумалейкум аға. Уалейкум салам. Аға, жәрмеңкеден келесіз ба? Қандай жәрмеңке? Сіз білмейсіз бе? Жәрмеңке болады деді. Бүкіл ауыл сол жақта тойлап жатыр екен. Қазір барсам үлгерем бе? Я үлгересіз, кешке дейін болады дейді. Қай жерде болып жатыр? Ана жақта. Кеттік. Ол кеш шығып аламыз. Сіздер. Тездетіп жәрмеңкеге барыңыздар. Қазір үлгермей қалсақ не істейміз? Бәрін сатып алып кетеді. Қайда? Қашан? Жәрмеңке. Қайда? Барайық. Апай, тездетіп жүріңіз, жәрмеңкеге барыңыз. Тәте, жәрмеңкеге жүріңіз. Ата, тездетіңіз, жәрмеңке болып жатыр. Бәрі шақырған сияқтымыз. Солай сияқты. Онда кеттік, балаларға барайық. Кеттік. Халық келе жатыр. Дайындалыңдар. 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 Қош келдіңіздер біздің жәрмеңкеге. Келіңіздер, көріңіздер. Келіңіздер, көріңіздер. Менде айран ірімшік таза қайсыздан жасалған. Жерім бар өз қолыммен жасаған. Көріңіздер, дәмін татыңыздар. Сені туған анаңнан айналайын. Рахмет. Осындай қолөнерге үйретіп. Керемет қой мынау. Немереме алайын бұны. Иә, мынандай сәукелемен болады бұлар. Керемет әні бақытты бол балам. Мынаны көріңіздер, мынаны көріңіздер. Міне мынау астау көресіздер. Иә, бұның барлығы қолмен тігілген. Сізге де рахмет. Үйден жасалған екен, мына балам. Айналайын, сен тапқан анаңнан айналайын. Рахмет. Тағы мынандай көйлектер бар. Самат, маған видео түсіруге көмектесші. Маған не бересің? Не берейін? Бодадан құр тауып бере ғой. Бір. Құрметті ауыл тұрғындары мен қонақтары,
Бүгінгі біздің жәрмеңкеміз белсенді балаларымыздың арқасында ұйымдастырылып жатыр. Осы жәрмеңкеден түскен қаражаттың барлығы ауылымыздың спортын дамыту үшін жұмсалатын болады. Рахмет. Ақшаларыңызды осы жәшікке салыңыздар. Жәрмеңке біткеннен кейін бәрін есептеп, қанша жиналғанын айтамыз. Күн сәтті болсын, жақсылап демалыңыздар. Сіздерге ұнайды деп ойлаймыз. Рахмет. Талғат. Бүгін сенің жұмысың осы жәшікті күзету. Қойыңызшы, мына жәшік кімге керек? Білемін, ешкім ұрламайтынын. Сонда да бұл халықтың қаражаты. Кез келгенде сақ болуымыз керек. Жарайды. Уайымдамаңыз. Мен балаларды күзеткен ғой. Мына жәшік маған төгеміз. Талғат. Бір келді. Құрметті достар, бүгін ауылда біз ұйымдастырған жәрмеңке болып жатыр. Бұл жерде біздің ауылдың тұрғындарының өз қолымен жасаған бұйымдар көрсетілген. Қызық болады деген ойдамын. Мына түсіріп тұр ма парасы? Иә, түсіріп тұр. Ал мынаның аты астау болады балалардың. Қараңдар, мынау құранды ер. Я, бұны аттың үстіне қояды. Ал енді мынау не? Таныс болыңыздар. Арман ағай және оның қызы Алима. Олар ағаштан қызықты да керемет, ерекше заттар істеп алады. Ағаштың дұрысын таңдай білу керек. Солай ма, Арман ағай? Өте дұрыс айтасың балам. Мынандай музыкалық аспаптың ағашын көлеңке жерде кептірген дұрыс болады. Солай ма? Солай. Мен кеттім. Саған көмектесем деп ана жақта саудам тұрып қалды. Осы көмегіне де рахмет. Кім түсіріп бере алады екен? Табанан аламыз табанан.
Табананға арналған тезектер. Табанан аламыз, ыстық табанан, жаңа пісірілген табанан. Табанан аламыз, табанан аламыз. Айттым ғой саған, ешкім алмайды деп. Босқа тасып келдік. Қазір күте тұр. Енді ғана келдік қой. Табанан аламыз. Табананға арналған тезектер. Табанан аламыз. Табанан. Аламыз табанан. Дәмді табанан. Ержан, Аламыз табанан. маған видеоға түсіруге көмектесші. Бәрібір жұмыссыз отырсың. Оған не көмек керек? Бар да камераны біреуге бер, сосын түсіре бер. Кімге берем? Сол үшін саған кетіп тұрған жоқпын ба? Табанан. Жарайды. Аламыз табанан. Ей, Ержан, сен мен сатып кеттің ғой. Қазір саған көрсетем. Табанан аламыз, табанан. Нан бар жерде береке бар, нан бар жерде сән бар, ән бар, бәрі бар. Бұл нанды жегендер манда, жемегендер манда. Міне дәмін көріңіз. Өте дәмді нан. Міне, ыстық қазір ғана дайындалған нан. Егер де сіздер осындай нанды алсаңыздар, жанына мықты табанан дайындайтын тезек береміз. Міне, дәмді табанандар. Қарлығаш, біздің аудың беткестар дизайнері. Мынау өзінің тіккен әдемі көйлектері. Дұрыстап түсір, бәрі көрінсін. Мына көйлегіңді көрсетіңіз. Мама, бұл көйлекті тігу үшін мен еліміздің табиғатынан шабыт алып тіктім. Бұндай көйлек тек біреу ғана. Аласыз ба? Бірақ біліп жүріңіз, бұл көйлектің жан дүниесі бар. Менің әпкем бұл көйлекті тігу үшін түнімен ұйықтамақ. Жүріңіз менімен бірге. Жарайды онда. Мен де кетейін. Мақсатқа көмектеспесем ұят болады. Жақсы, рахмет. Келіңіздер, атып көріңіздер. Сонда не істеу керек? Анау тұрған сананы көздеуің керек. Егер нысанаға дәл тигізсең, саған сыйлық береміз. Көрейік онда. Ең бірінші сен анау тұрған жәшікке ақшалай көмек көрсетуің керек. Қазір мен барып келейін. Алима, өтінем, маған видео түсіруге көмектесші. Көмектесер едім, бірақ қолым тимей жатыр. Мен дайын. Онда мына жаққа кел, атамыз. Міне сен көр. Асықпа. Асықпай, алаңдамай ат. Не? Мерген екенсің. Енді сен көр. Олай емес. Шынтағыңды көтер, қолыңды дүз ұста. Деміңді ал. Енді ат. Сені құттықтаймын. Міне сенің сыйлығың, тағы да құттықтаймын. Рахмет. Мен де атайыншы. Парасат, мен саған көмектесуге кейін барайыншы. Жақсы, өзім бірдеңе қылып түсіре тұрам. Міне мына жаққа келіңдер. Міне құрттар, тоқаштар, жастық, текемет. Ал бұл бота. Ботан түрлі түсті және жануарлар кейпінде жасалған құрттарын барлығы жақсы көреді. Мына қызық құртты. Кім ойлап тапқан? Менің достарым. Достарыңның қиялы ғажап екен. Иә. Әне олар. Мен онда біріне
үшеуін алайын, е? Рахмет саған. Бота, мен бара берейін. Жарайды. Ауыз тиіңіздер. Өте дәмді, қалай пісірдіңдер? Айта алмаймын, құпия. Жанымау неге? Сіз ол үшін бізден тезек сатып алуыңыз керек. Тезекпен бірге дайындалу әдісі беріледі. Маған да үстірш, көрейін. Шынымен де дәмді екен. Бұл қандай нан? Ботаның пісірген наны ғой. Табаға салып, тезектің ішіне пісірілген. Шын айтасың ба? Дәмі бірден бұған ұқсамайды ғой. Әрине рас. Ертең көресің. Бәрі осындай нан пісіретін болады. Бастысы бізден тезек алса болды ғой. Міне, нанды дайындау әдісі ішінде қалай жасалу керек екені жазылған. Алыңыздар. Үйде дайындап қонақтарыңызды қуантыңыздар. Бұл біздің Талғат ағай. Нағыз жұлдыз. Қайдағы жұлдыз? Расында жұлдызсыз ғой. Ағай, сіздің өнеріңізді көрсететін уақыт келді. Халық қарнап, ән айтып жібермеңіз бе? Рас айтасың ба? Бір түрлі қорқып тұрмын. Мен бүйтіп халықтың алдына шығып көрмегім бе? Ой, Талғат ағай, бәрі жақсы болды. Бәрі сізді танитын. Бір. Ендеше, сіздердің алдарыңызда біз айтқан жарық жұлдыз. Қарсы алыңыздар. Мүмкін келесі жолы шығармын дайындалып кел. Талғат ағай, ауға, біз сізге сенеміз. Сізді тыңдармандарыңыз күтіп тұр. Талғат ағай, ана жерде бәрі сізді күтіп тұр. Қазір өз-өзіме келіп алайын. Шығам. Ол үшін уақыт жоқ, ағай. Бір. 2. Дайым. Қарайғанға қараймын, қабанба деп айқау. Қамшылаймын атымды, шабанба деп қалаулым ай. Өткеннен де сұраймын, кеткеннен де айқау. Қоташаның ауылы, қабанба деп қалаулым ай. Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе? Осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе? Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе? Осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе? Сау болыңыздар, келіп тұрыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау бол. Келіп тұрыңыздар. Сау болыңыз. Жарайсыңдар балалар. Бәрі жақсы өтті. Рахмет әке. Парасат, менің мақтанышым. Енді барып, табысты есептейік. Қалай? Жаңа алаңға ойнауға дайынсың ба? Көп қосуға дайынмын. Ой, бәрекел. Кеттік. Жәшік жоқ! Жәшік тұрлап кетіпті! Ана жақтағы жәшік жоқ! Жәшікті біреу ұрлап кетті. Талғат ағай қайда? Күзетшінің өзі де жоқ. Өзі алып кеткен сияқты. Жоқ, Талғат ағай ондай істей алмайды. Самат та жоғалып кетті. Ол қайда кетті? Ақшаны Самат ойында жүреді. Мүмкін сол алып кеткен шығар. Қазір оны жолдан біреу тауып алса ұрысып тастайды ғой.
тездетейік. Жоқ. Парасат, мында келші. Сендер бара беріңдер, мен қазір келем. Кеттік онда. Әке. Балам, сен бағана видеоға түсіріп жүредің ғой. Соны көрейікші. Мүмкін түсіп қалған шығар. Ол үшін компьютер керек. Менде өзіммен бірге ноутбук бар. Өте жақсы. Шашып тұрған адам тауылса не болады? Ештеңе болмайды. Украл болып жинадық қой. Үйде жоқ. Енді қайдан іздейміз? Мүмкін күркенің ішінде шығар. Кеттік. Көрдің бе? Осы жерде жүрсең осындай жағдайға тап болатын еді. Олай істеу мүмкін емес. Талғат Саматтың кішкентай екенін пайдаланған шығар, а? Талғат тауып алу керек. Қаш кетпей тұрғанда. Той, мұнда да жоқ. Енді не істейміз? Осында күте тұрайық, қас келетін шығар. Ал келмесе ше, одан да кеттік өзіміз дейік. Қайтып жәрмеңкеге барайық. Мүмкін сояқта табылатын шығар. Кеттік. Үйінде жоқ екен. Жәрмеңкеге кетіп қалды дейді. Жүрінде енді іздеп тауып алайық, босқа тұра беремін. Жүр кет. Жүрінде. Мен бұл талғатталарды жұмыстан жарып беремін. Көресіңдер. Айтым сендерге, сақ болыңдар, сақ болыңдар деді. Парасат, қайда үй? Ана жерде кінәлі екенді. Ана жерде. Жүгір. Құлақ қалмаңыз. Қайда болуы мүмкін ол? Білмеймін. Талғат ағаға басында сенбей қоюымыз керек еді. Ой, қатты уайымдап тұрмын. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Міне отыр ғой. Самат, не істегенің мынау? Біздің жаман ойымыз жоқ. Сен сөйлемеш. Сен жұмысың түзету ұрлау емес. Оның үсті баланы алып кеткеніңе? Талғат, мынауың не сенің? Көшенің ортасында ақша санап. Ұрламай-ақ сұрабасаң да беретін едік қой. Солай емес пе? Неге ұрсасыздар? Мен ғой Талғат ағайды алып кеткен. Жәшікті тығып қоюға көмектессінші деп мен Талғат ағайға айтқам. Әйтпесе ұрлап кетеді. Балам-ау, кім ұрлайды, а? Бәріміз өзіміз емес пе? Сіз білесіз бе? Мен мына жәшікке қанша ақша салдыртқанымды? Талғат, бұл енді бала. Ал саған не болды? Соны айтамын. Мен есептеп қойдым. Білесіздер ғой мен есепке жақын екенімді. Бұл ақша тек алаңға емес, жаңа киім үлгісіне де жетеді. Мен жынды қыласың ғой сен, балам.
ең көп ақша тапқан мен. Сондықтан маған бір киім үлгісін бересіздер. Ей, жарайсың, әкеш қалды. Ей! Мен сөйлесем неге күле бересіздер? Не күле бересіңдер? Бара алмаймын дедің ғой. Мүмкін анан рұқсат береді шығар. Ал жақсы, сау болыңдар. Менің ойымша видео жақсы шықты. Дәулет, Сәуле апамен сөйлесіп көрейін бе? Сөйлесіп көрші. Дәулет! Сау болыңдар. Сау бол, Дәулет, жақсы. Кеттік. Алима! Сәлем, Алима. Сәлем. Біз бүгін видео түсіреміз деп едік қой. Бірақ ешкім келмеді. Мен бәрін іздеп жүрмін. Мен Дәулетке бара жатырмын. Кеше анасымен сөйлескем. Ол кісі видео түсіруге рұқсатын берді. Жақсы жаңалық екен. Сендер келесіңдер ма? Әрине келеміз. Онда мен Қарлығашқа бара берейін. Жақсы, сау бол. Мен келдім, шық. Кіре бер, есік ашық. Сәлем, Сәуле апай дей ме? Иә, иде. Онда кеттік, мен сені сұрап алам. Мүмкін сұрамай қоясың. Неге? Сен өзің айттың ғой? Олимпиадаға жақсы дайындалып, анамды қуантайын деп едім. Сонда мен бекер келдім бе? Жарайды онда, мен кеттім. Қарлығаштікінде болам. Балалардың барлығы сонда. Егер босап жатсаң, сол жерге кел. Жарайды, келгенге рахмет. Оқасы жоқ. Я? Мен ғой, Қарлығаш. Кір. Неге көңілсізсің? Бәрі жақсы. Онда неге анам мен әкем көңілсіз? Ондай болып тұрады. Мен бүгін таңертең анам мен әкемнің ұрысқанын естідім. Сол үшін ренжіп отырсың ба? Я, бірақ сен оған мән берме. Үлкендердің арасында ондай болып тұрады. Мысалы екеуміз ұрысып қаламыз ғой. Сол сияқты олар да ұрысып қалады. Біз кішкентаймыз ғой, бізге ұрысуға болады. Енді олар да кейбір кезде кішкентай болғысы келетін шығар. Онда мен ойнауға шыға берейін, иә? Шыға ғой, ештеңкені алаңдамай ойнай ғой.